студенттер. Мен аты-жөнім Ташматова Чинара Арсаматқызы, қазақ тілі пәні мұғалімімін. Қазіргі заманауи технология дейміз ғой, соған өзімнің сабағым барысында ұйымдастырылған іс-әрекетте көбінесе кидс әлемі арт студиясын алып отырмын. Бұл дегеніміз не? Мақсаты балаларға көбінесе мультфильмдер, ертегілер дейміз баяғының. Ол ертегілер ескірген болғанымен, сол ертегілерді жаңашаландырып, түрлендіріп, әртүрлі технологиялар, оның ішінде жасанды интеллектін пайдаланып отырмыз. Баланы қызықтыру үшін. Өйткені қазіргі таңда смартфон әлеміне кіріп кеткен бала, енді оны шығару бізге өте қиын, және шығаруға да ниеттеніп отырған ешкім жоқ. Сондықтан соған біз көбінесе өзіне кейіпкер қыла отырып, іс-әрекетте соны кері өзіне көрсету мақсатында істеп отырмын. Мысалы, қазақ тілінде, қазақ тілшілер болса біледі, төл негізгі 9 әріпімізді көбінесе негізгі желісі ретінде сол әріпті пайдаланудамыз. Мақсаты деген түсінікті болса, мұнда өзектілігі неде мұнда? Кидс әлемі мультистудиялық өз студиясын айтып отыр. Оның ішінде компоненттерін алатын болса, балаларға шынайы өзінің бейнесін тұрпайы қылып көрсету біздің мақсатымыз. Мұны бізге ұсынып отырған системнің де бір ерекшелігі сода, баланы өзін-өзі таныту болады. Өзектілігіне жататынымызға. Мысалы, біз өзімізбен күн сайын ертегілер ұйымдастырып, іс-әрекет барысында отырмыз. Мысалы, бұл деген күн сайынғы іс-әрекетімізде авторлық жұмыс болып табылады. Бастадық, жаңадан қолға алып бастадық сол жұмыстарды. Ол қалай дегенде, мысалы, балық аулаған қасқыр. Мұнда деген бейнефильмі бар, қазір көрсетемін. Мұнда Мереке Мансұр Мұхтарұлы балық аулап отырады. Сосын әртүрлі дыбыстарды жібереміз сахнадан тыс. Мысалы, шиылдауық тышқанның, болмаса шырылдауық шегірткенің. Сонда балық аулағанда не істейді? Ең бірінші залда тыныштық болу керек. Балықтарды үркітіп алмау, өзінің қармағына аулау үшін. Сонда аюдың бейнесінде, болмаса қасқырдың бейнесінде отырған бала өз-өзіменен сөйлесе алу керек. Мысалы, әй, шиылдауық тышқан, балықымды аулауға кедергі жасадың ғой, тыныш деген. Ин қойып қоямыз, іннің артына бір баланы қоямыз, тышқан кейпіне енгізіп. Ол деген әлсін шиқылдап тұрады. Болмаса шегіртке қоямыз, болмаса ызыңдаған ара қоямыз. Ол әрбір педагогтың өзінің несіне байланысты. Шеберлігіне, болмаса фантазиясына, баланың қиялына өз қойылып отырады. Содан кейін досыз деген ара дейміз. Досыз деген ара, мұнда деген гүлдерді иіскеп жүреді ара. Сондай гүлдерді суарады. Сосын сол бірінші гүлден екінші гүлге қону арқылы өзіне дос іздейді. Себебі бұл бір жағынан деген бізде барлығымыз білеміз, табиғатпенен біз біргеліктеміз да. Оған байланысты эко-мектеп дейміз, эко-балабақша дейміз, қазіргі жыл сайын келіп тұрған бізге. Соған баланы алдын ала икемдеу мақсатында. Бұның мақсаты сол. Табиғатпенен бірлесе, үндесе отырып, бала жұмыс жасайды. Келесі Ерхан түспей қалды. Мұнда деген сиыр рөлінде тілектес Ерхан деген баламыз болды. Онда сиыр деген өздеріне шөп таңдап жейді. Қазір видеолары бар, соны тамашалаймыз. Енді осылардың барлығын қорытындылап айтатын болсақ, күтілетін нәтиже бұда неде дегенімізде бізге алып келіп, әртүрлі балаларды цифрлық технологиялармен таныстырады. Екі бастан оны бала цифрлық технологияны біледі алдын ала. Себебі әрбір бала смартфонды пайдаланады бізде үйде. Соның жұмысын нәтижесінде енді бала өзін-өзі осы жаңа кидс әлемі арқылы баланы таныстыру бізге. Нәтижеміз сол, күтілетін нәтижеміз. Енді осыны мен сіздерге бүгін осылардың барлығын қайдан пайдаланып отырсыз дегенде жаңа жасанды интеллектті меңгере отырып, заман ағымынан қалмай, заман көшіне ілесе отырып, осы
интеллектті пайдаланып отырмыз. Мысалы, Gemini программасын көбіңіз білетін шығарсыздар, білмеген әріптестеріміз болса, бүгін осы программаны мен қазіргі таңда қолданып отырмын өзімнің іс-әрекетіме. Сонымен таныс болыңыздар. Ол деген программа не дегенде? Онда ана дауысына аннан өшіп тұрған сияқты. Ол үшін бізге ChatGPT. Құрметті достар, біз бүгін жасанды интеллект арқылы видео жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ChatGPT және Gemini бағдарламалары керек болады. Біз Gemini арқылы видео жасап үйрену үшін бізге Gemini Pro версиясын алуымыз керек болады. Pro версиясын алу үшін бізге Chrome арқылы Chromeға кіріп Gemini Pro деп жазатын боламыз. Gemini Pro деп жазатын боламыз. Және де подписаться батырмасын басамыз. Подписаться. Оформить подписку. Ең бірінші айларында бізге пробный версия беретін болады. Ол сіздерден 0 теңге алатын болады. Добавить карту. Картаңызды тіркеп болғаннан кейін, картаңызды осы жерге тіркейсіз. 16 цифрасын және аты жөніңізді, айын, жылын, CVC кодын жазатын боласыз. Қазақстан сохранить. Алып болғаннан кейін бізге осындай Gemini Pro-ның белгісі шығатын болады. Gemini Pro-ны алып болғаннан кейін бізге ChatGPT керек болады. ChatGPT-ге кіріп және ChatGPT-ге кіргеннен кейін бізге видео промпт жазып беруді сұрайтын боламыз. Мысалы, создавай видео промпт на VO3, где спортсмен на велике деп жазсаңыздар. Сізге видео промптты дайындап беретін болады. Және де мінеки промптымыз дайын. Сізге ChatGPT-дің жасаған варианты ұнаған болса, иә деп өзіңіздің келісіміңізді беріп, ары қарай видео промптты копировать етіп алсаңыздар болады. Жаңа копировать етілген промптты енді Gemini'ге салып видео жасауға кірісіп кетсеңіздер болады. Промптты ставить етіп болғаннан кейін сізге күту керек болады. 2 минуттай күтеміз. Содан соң видеомыз дайын болады. Бұл Gemini программасы. Және промптты ставить етіп болғаннан кейін видеоны 2 минуттай күтетін боламыз. 2 минутта видео. Бұл Gemini болатын, сол промпттың жасағаны осындай. Бүгін жаңа туды. Бүгін өзімді жеңем. Алға, тек алға. Осындай видеолар жасауға болады. Бұл біздің қазіргі балабақшамызға алып келіп отырған жаңа интеллект дейміз ғой, жаңа интеллект тәсілін қазақ тіліне кидс әлемі арқылы бір-біріне ұштастырып кіргізіп жатырмыз. Енді мен деген кеше үздік жетекші үздік нәтиже деген байқауда осы программаны қолдану арқылы өзімнің шағын ертегімді құрастырып шыққан болатынмын. Соған аздап назар аударып жүріңіздер. Қақаған аяз, ысқырық жел, үлкен Ресей Федерацияның Тамбов қаласы зәулім 9 этажда студенттер үйі. Дәлізде қуанып, шауып жүрген студенттер бірін-бірін құттықтап, бізге сәби келеді деп сүйінші сұрап жатыр. Сәбидің сыңғырлаған үні, оның жұпар аңдыған иісі барлығын қуанышқа бөледі. Бір мезгілде барлығы сәбидің есімі кім деп сұрады анасынан. Сәбидің анасы, қызымның аты Чинара. Ол ауыл 200-300 жылдық ағаш сияқты биік, тамырын тереңге жайған.
Дауға да, салқынға да төзімді, жапырақтармен ерекшеленіп тұратын чинар ағашы сияқты болсын деп ниет еттім деп жауап берді. Анасы институтты тәмамдап, қызын кеудесіне басып, сонау қырғыз еліне қайын жұртына қарай жол тартты. Әжесінің аяулы алақанында атасының батасымен жыл санап байқампаз, ат құлағында ойнақтаған, еркек шора қыз болып өсіп жатты. Тағдырдың жазуымен 16 жастағы Чинараны Қазақстан еліне қандас мәртебесімен нағашы жұртына қарай алып келді. Қырғыз, өзбек, орыс тілдерінде жаттыққан Чинара қазақ тілінде тіл сындырып бастайды. 17 жасында мектеп бітіріп, сол жылы жаңадан үй салып жатқан әкесіне қол қабыс етем деген Чинара үлкен оқу орнында оқимын деген мақсатынан уақытша бас тартты. Бір жылда артқа салып, вайбе саласын армандағанымен түсе алмағаны болмаса, әлі де бір есік ашылмаса, екінші есікті қағамын деп мақсатынан бас тартпаған Чинара Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетіне филология факультетіне түсіп, мұғалімді кәсіпті таңдап нәсіп етті. Бүгінде осы ұстаздық жолында балалармен жұмыстанып, үлкен жетістіктерге жетіп, еңбектеніп келеді. Осындай шағын ертегі жасап берген болар. Енді осыдан күтілетін нәтиже дейміз қорытындыға келетін болсақ, Kids әлемі арт студиясы мысалы тек қана тіл мамандарына емес, сіздерге тәрбиешілерге жаңадан ертегі құрастыруға, слайдтар арқылы жасауға, жаңағы бірнеше программаны өздеріңізге көшіріп, игеріп алсаңыздар, өте жеңіл әдіс тәсілдер деп ойлаймын. Балаға жаңаша, жаңа қырынан көрінесіздер. Назарларыңызға рахмет.